Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Қарасай ауданы Керімбеков атындағы орта мектептің математика пәні мұғалімі Сәрсенова Мәрте Ермағанбетовна. Бүгінгі тақырыбым жасанды интеллект көмегімен математиканы меңгерту әдістері тақырыбындағы вебинарымызға көргенімізге өте қуаныштымын. Осы сабағымыздың мақсаты математика сабағында жасанды интеллектті қолданудың практикалық және тиімді әдістерін ұсыну. Күтілетін нәтиже бүгінгі сабағымыздан жасанды интеллектінің білім берудегі артықшылықтары мен кемшіліктерін терең түсінеді, оқыту үдерісінде жасанды интеллектті интеграциялаудың ең тиімді және педагогикалық негізделген әдістерін игереді. Бүгінгі сабағымызда жасанды интеллект негізінде жұмыс жасайтын презентация дизайн автоматты түрде жасау құралы OneDoSlate платформасын ұсынғалы отырмын. Демек, бұл Google арқылы сіздер тіркеліп алсаңыздар болады. Өз аккаунтыңыз арқылы. Демек, мен өзім тіркеліп қойғасын, осылай бірден осы бет ашылды. Начат дегенді басып, өздеріңіз Google аккаунтыңыз арқылы тіркеле бересіздер. Енді осындай бет ашылады. Төменге 5-ші сынып жай бөлшектерді қосу және азайту тақырыбын жазамыз. Жіберу батырмасын бассаңыздар, осы жерде 1 слайд, 3 слайд, 10 слайд деген көрінеді. 10 слайд дегенді басамыз. 10 слайд дегенді бассаңыздар, демек бізге слайд дайындап беріп жатыр. Яғни бүгінгі жасанды интеллект бойынша презентация жасап береді. 10 слайд көлемінде. 5-ші сынып жай бөлшектерді қосу және азайту тақырыбында слайдымыз дайындалу үстінде. Сәл күте тұрамыз, дайындалып жатыр. Неге слайдымыз дайын болды. Бірінші тақырыбы, көрсетілген жоспары, жай бөлшектерді қайталау сұрақтары, ортақ бөлім табу, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу, азайту. Енді төменге выбрать тему деген шығады. Сол тему дегенді басамыз. Осындай логотиптер пайда болады. Осы жерден өздеріңіз қалаған дизайныңызды таңдайсыздар. Дизайнды таңдаймыз. Сол дизайн арқылы осы тақырыпқа байланысты презентациямызды дайындап береді. Неге дайындалу үстінде. Міне, әдемі осылай 5-ші сыныпқа арналған жай бөлшектерді қосу және азайту тақырыбында презентациямыз дайын болды. Жоспар бөлімі, жай бөлшекті қайталау. Есептер. Енді 9-ші сыныпқа арналған тағы бір тақырыбымызды қарап өтейік. Геометрия пәніне байланысты вектор тақырыбын жазамыз. Төменге геометрия деп осында жазсаңыз да болады, немесе геометрия деп жазбай-ақ бірден тақырыбымызда вектор деп жазып кетсек те болады. Жіберу тақырыбын басамыз. Жіберу стрелкасын басасыздар. Міне. Енді 10 слайд дегенді басамыз. 10 слайд көлемінде презентациямызды дайындау үстінде. Осы 9-ші сынып геометрияға байланысты, вектор тақырыбына байланысты міне слайдымыз дайын болды. Тақырыптары, анықтама вектор туралы, векторлардың теңдігі, координаталар, бағыттаушы вектор, бірлік векторлар барлығының сұрақтары тұр. Демек,
дизайн жасайтын болсақ, осы жерде дизайнға өтеміз, қалаған бір дизайнымызды таңдаймыз, сол дизайнға салып презентациямызды жасап береді. Әр күнгі сабағымызға қолданатын осындай презентациямыз жылдам әрі тез дайындалады. Күнделікті сабаққа қолдана берсеңіздер болады. Бұл жасанды интеллект көмегімен жасалады. Яғни OneWslate жасанды интеллект көмегімен оңай презентация жасау. Демек, келесі графикалық жасанды интеллект Desmos.com. Бұл арқылы сіздер графикалық жасанды интеллект математикалық функциялардың графиктерін интерактивті модельдеуге мүмкіндік береді. Осы жерде демек, интерактивті панел арқылы алғашқы видеомыз түсірдік. Осы жерден жоғарыға y-тен x-тің 5 дәрежесі қосу 2. Бұл Desmos-ты 11-ші сыныпта дәрежелі функция және оның графигі, қасиеттері соған қолдансаңыз болады. X-тің 5-ші дәрежесі қосу 2 функциясына арналған графигіміз дайын болды. Ендігі келесі тағы бір функцияны қарайық. Y-тен, функциямыз Y-тен деп жазылады. Яғни теріс функцияны қарайық. Бұл жерде минус x-тің 7 дәрежесі. Қасында, функциялардың қасында түрлі несі түстері тұр. Демек, бұл көк түстегі функция графигі. Енді тригонометриялық функция 10-ші сыныпта өтілген. Соған арнап y-тен синус 2x функциясын графигін қарайық. Мінекей, y-тен синус 2x функциясын графигі көрсетілді. Осы жердегі x нүктесі мен қиылысу нүктелерін бассаңыз, яғни қай нүктеде қиылысатын нүктелері шығады. Desmos-тың бір ерекшелігі, онымен график жасау, x нүктесі мен анау графиктерменен алдыңғы көрсетілген қиылысу нүктелері көрсетіліп тұр. Келесі графигіміз бөлшек сызықты функция y-тен 1 бөлінген x функциясының графигі күлгін түспен көрсетілген. Міне графигіміз. Бұл жерде де солай нүктелерді қолменен бассаңыз, демек қиылысу нүктелері көрсетіледі. Яғни осы Desmos-ты қолданып, сайты арқылы практикалық сабағымызда оқушылармен қалай жұмыс алып барғанымызды видео арқылы көрсетсем. Бұл жерде міне 11-ші сынып оқушыларымен дәрежелі функция тақырыбына байланысты. Яғни дәрежелі функция дегеніміз y-тен x-тің альфа дәрежесі, сол бойынша видео түсіргенбіз. Яғни осы графиктерді Desmos сайтына кіріп, жүктеп алып, аккаунтыңызбен кіріп, оқушылар қалай орындап жатырғаны көрсетілген. Тапсырмамыз бұл жерде y-тен x-тің жаңа айтылған бірінші y-тен x квадрат, яғни квадрат функция. Оның графигі парабола жасадық бірінші. Екінші y-тен x-тің 5 дәрежесі, яғни сызықтық функцияның графигі, көрсеткіштік дәрежелі функцияның графигі y-тен x-тің 5 дәрежесі. Графигі көрсетілген. Енді параболамен жаңағы көрсеткіштік функцияның графигінің қиылысу нүктелері, міне оқушы асып көрсетіп, қиылысу нүктелерін көрсетіп жатыр.
осы функцияны өшіріп, тригонометриялық функцияны, яғни y тең синус 2x функциясын жасадық. Мінекей, ол жерде синус x функциясының x осымен қиылысу нүктесі көрсетілген. Оқушылар осылай дәрежелі функцияларды есмос сайты арқылы тіркеліп, оңай орындай алады. Келесі мендегі жасанды интеллект арқылы ChatGPT. Жаңа алдындағы әріптестеріміз түсіндіріп кетті. Ол жасанды интеллект түрі түсіндіру, есеп шығару жолдарын көрсету, сұрақтарға жауап беру және мәтіндік мазмұн жасау үшін қолданылады. Бұл жерде құрметті әріптестер, өмірлік жағдаяттан алынған бір мысал көрсеткім келіп отыр сіздерге. Өздеріңіз орындап көрсеңіздер. Оқушы дүкеннен зат сатып алмақшы. Дүкенде куртка бағасы 48 000 теңге. Жеңілдік 25%. Қосымша адалдық картасы бойынша тағы 5% жеңілдік бар. Яғни бұл жерде жеңілдік бағадан есептеледі дейді. Енді әріптестер, өздеріңіз осы ChatGPT арқылы алынған мысалымызға өздеріңіз орындап қарасаңыздар. Жүре беріңіз. Неге жауабы? Енді талдау сұрақтары 25% пен 5% жеңілдікті бірден 30% деп есептеуге бола ма? Неге? Қай жағдайда сатып алушыға тиімдірек болар еді? Осындай есептерді өмірде қай кезде қолданамыз? Демек, осындай сұрақтар туындайды. ChatGPT өзі осылай сұрақ қойып береді. Демек, бұл жерде функционалдық дағды талдау, дәлелдеу, шешім қабылдау. Осы ChatGPT арқылы өмірмен байланыстырып, функционалдық сауаттылықты да көрсетсек болады. Енді қорытындылай келе, жасанды интеллект математиканы меңгерудің тиімді серігі, оқыту әдістерін жаңартады. Жасанды интеллект білім берудің сапасын арттырып, оқушылардың қызығушылығын оятады. Мұғалім мен оқушы арасындағы интерактивті қарым-қатынасты жақсартады. Оқушылардың цифрлық дәуірдің талаптарына сай жан-жақты дамытады. Демек, жасанды интеллект мұғалімнің уақытын үнемдейді және оқыту процесін жеңілдетеді. Демек, бұл дегеніміз сабақ жоспарын құру, оқу мақсаттарына сай тапсырмалар дайындау, бақылау, тест деңгейлік есептер жасау, бағалау критерийін құрастыру. Демек, бүгінгі менің ұсынып отырған тақырыбыма байланысты жасанды интеллект түрлері осы. Назарларыңызға рахмет. Демек, мына жерде көрсетілген QR кодты сканерлер сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңызды жазып қалдыруыңызға болады. Қуана жауап беремін.